Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма достар? Бүгін достар өте керемет видео. Бүгін достар тек 1 минуттық выживание. Ал біз видеоны бастайық. Достар, бүгін достар 1 минуттық выживание өтеді. 5 минуттық выживание өтетін болады достар. Бүгін достар осы аралдағы выживание, бірақ достар біздегі тек выживание 5 минут-ақ түсіре аламыз достар. Өте керемет па достар? Ал мына жерде ағаш қазып отырмын. Бұл ағаштарда надоел түспейді. Қараңыздар, карта қойып қойған бір бәле достар. Сол себепті менің уақытым да өтіп кетті. Тек ағаштар шауып аламын. Еще ана жерге қойып аламын ғой. Енді қазып атам. Енді деген бізге деген 5 минуттық выживание түсіру керек болады. Енді бұны қашан түсіреміз? Пайди бір 20 серияларда шығып қалады достар. Себебі 5 минут давам ету бұл негізі пайди нормальный емес. Бірақ сондай достар маған идея келіп қалды. Мына жерге де ағаш қойып аламын. Не беле болып кетті. Бүгін тек верстакпен заттан жасап қоям ба деп ойлап тұрмын достар. Ал онда кеттік. Ал қазір верстактар жасап аламыз. Одан кейін достар ана жерде железі көріп тұрмын, сол железін алып аламын. Ал так мен деген мына жерде верстагым алдында енді өзіме деген керекті қарудар жасап алуым керек. Инструменттердің барлығын жасап аламын, тек топормен негізі пайда кирка нормально. Так мына жерде верстагымды алдында ана жақта деген тек менде деген бір ағашта қойып тұр. Ол бір ағаштан саженецті түсу керек. Ал мына жерде верстагымды аламын деп сыймадым да мына жерден блок сындыра салдым. Енді мына жерде железе бар екен. Так біз ол ағаштардан саженец түсемін десем, достар, осы жерде біз деген заттар алып тұруымыз керек қой. Камендер алып, каменный кирка жасап алып, ана нені алуымыз керек болады. Мына жерге верстагым қойдым. Каменный кирка жасау үшін бізге деген палка керек. Палканы жасап алдым да, каменный кирка жасадым да, и потом енді біз деген ана жерде бір железін тұрған екен, уже железін алып алдық. Шахта кірмей тұрып железін таптық болса, өте керемет выживание емес сол бұл деген. 5 минут болса да достар, уже барлық заттарға үлгеріп жатырмыз. Бұл выживание қысқасын айтқанда 5 минут 005 минут достар. Қазір көресіздер де видеоның давамында көріңіздер 5 минут. Ал енді так бізде деген мына жерлерде каменныйларды сындырып жатырмыз. Ана жақта деген саженец түсемін деймін достар. Бізде енді көптеген саженец түседі деген ойдамын. Ал саженец түспей қалса достар, біткен жеріміз осы уже деген достар. Бізде деген ұлма шанс жоқ десек, жалпы айтқанда жалпы шанс жоқ десек те болады. Ал бірақ бізде 2 саженец түсті достар. Палкада түсті уже. Ал нормально кетеді. Мына жерде қой мен барлығы көп екен. Пайда выживаниеміз оңай болады деген ойдамын енді. Мына жерге бір саженец, ал мына жаққа бір саженец қойдым. И потом ана жақтарға бір саженец қойсам нормально. Енді бір саженец түсе ме түспей ме білмеймін. Мына қазып көрдім. Бір саженец түспесе достар, өте керемет болады. Негізі пайда 2 саженцке де көруге болады. Бірақ мен көзім тоймай тағы да саженец түсуін күтіп отырдым. Енді тағы да саженец түсе ме десем, көреміз енді алдыға тұр. Бір саженец түсті уже, енді тағы да бір саженец түссе өте керемет болар еді. Ал саженец түсуін күтімде ешқандай да саженец түспейді. Жалпы уже деген бізде деген 3 минут болды. Ол 3 минутты не үлгереміз білмеймін ал достар. Ал уже деген бізде деген мына жақ деген палка ек қой. Негізі пайда сендерге ұнамай ма білмеймін ал достар. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арнамызға жазыңыздар. Верстакқа кіріп маған деген каменный заттар жасап алу керек болды. Енді ана ағаштар өсемейін деймін достар. Ол деген ендігі серияда өседі. Ол да өспесе білмеймін ал достар. Енді көре жатармыз. Енді бізге деген немізді алдық та мына жақта шахта баша түсіп көрдім. Мына жақта деген что-то непонятно шахта болмай тұр. Енді шахта іздеп жүрмін. Мыналардың деген өсемен деген достар біз деген қартайып кетеміз ғой. Мына жақта деген шахта бар сияқты деп түстім да, енді бұл жаққа түссем, ал өте керемет пауктың спауны бар екен. Бұл пауктың спауны енді бұны сындырмаймын достар. Маған деген өте керек болады. Бұлардан да достар қойдың жүнін жасап алуға болады достар. Жіптерінен қойдың жүнін жасаймын деп сындырып. Бұны сындырмасақ достар, бұның ішінде деген пауктар атып шыға береді. Қой құрсын деп қайтайын деп қайтып барсын, мыналарды өлтіріп кетейін енді пайдеден. Ал мыналарында уже бізге атака жасай бастады. Қой құрсын мен қайта берейін деп қайттым. Мына жаққа деген блок қоймайды. Басым потолыққа тиіп тұр. Бұған да тиіп тұр. Не болып кетті өзі? Потолыққа тиюмен өтті ғой бүгінгі басымыз. 5 минут выживание. Өте керемет. Негізі пайда 5 минут емес, еш құрмағанда 10 минут дей салу керек еді достар. Негізі, бірақ маған қызық болып тұр, 5 минутты не істей аламыз. Ал біз деген көптеген затқа істеген сияқтымыз достар. Уже бізде железе бар достар. Достар, бірақ сендерге айтып кетейін, дракон жеңетін кезде қалай болады екен достар? 5 минуттың ішінде дракон енді өлейін деп жатқан кезінде 5 минут бітіп қалса, өте керемет болайын деп тұр. Енді бұл выживание драконды жеңу керек деген ойдамын. Енді драконды жеңу
көреміз достар 5 минут ішінде. Ал достар, осымен де видеомыз аяқталады. Видеоны лайктарыңызды басыңыздар, арнамызға қосыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.